қазіргі таңда Шымкент қаласында діни ахуал тұрақты. Заңның үстемдігі болған жерде ешқандай қақтығыс та болмайды, қылмыс та болмайды, тәртіп бұзушылық та болмайды. Жаңа Қазақстанды құру үшін бірінші кезекте заңның үстемділігі керек. Заңның кейбір нормаларының өте қатал болғанды мен қолдаймын. Интернет желісінде отырған алаяқтар да көп. Болмаса жаңағы басқа жат ағымдарға арбаушылар көп, алдап түсірушілер де көп. Біздің негізгі мақсатымыз ақпараттық түсіндіру жұмысын жүргізу. Көп адамдар білмейді ғой, мысалға кейбір кезде WhatsApp арқылы кейбір ақпараттар келеді. Артында оны арабша бірдеңе жазылып тұр, бәрі арабша оқи алмайды ғой. Бұл жерде мүмкін жұма мүбарак болсын, айт қабыл болсын деп қазақша араб тілінде джихад жариялаймыз, мемлекет төңкеріс жасаймыз, осындай халифатты орнатамыз, ұран тастап ататын болса, ол білмейді ғой. Оны таратады. Қылмыстық кодексте бап бар, ондай таратқан үшін 2 жылдан 5 жылға, 7 жылға дейін сотталып жатады. Анықтап қарайтын болса, әдейі жасаған. Болмаса осы бағытталып барып іс-әрекет жасағандар болса, оларға қатаң жаза қабылдану керек. Бауыржан Момышұлының сөзі бар ғой, тәртіпсіз ел болмас, тәртіпке баруына құл болмас деп. Тәртіп болу керек. Бар жерде тәртіп. Егер кішкентай ғана отбасының ішінде де өзін тәртіп болатын болса, ол жерде жанжал тумайды. Тура сол сияқты мемлекетте сондай ғой.